Сәлеметсіздер ме? Мен Перизат. Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздермен болышқа рецебін бөліспекшімін. Ал бірге жасайық. Алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне 2 жұмыртқамызды жарып алып, сұйық майымызды құямыз. Шекерімізді салып алып, пампушка сармайымызды жақсылап араластырып, сармайымызды саламыз. Салып алып, ашытқымызды үстінен салып жібереміз. Електен өткізген ұнымызды салып, жұмсақтау қылып, барынша жұмсақтау қылып, қамырымызды илейміз. Үстін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымыз бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп, мен осылай қолыммен жайып, тез әрі дәмді болатын болышканы жасадым. Осы түрімен тағы мына түрімен жасадым. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып алып, мақ немесе күнжіттеріңізді шашып 200 градус пеште пісіріп алсаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.